Сәлем достар. Жайдарман топ жоғары лига жекпе-жек ойындары 3 айлық демалыстан кейін өз көрермендеріне қайта оралды. Сіздермен бірге Жайдарман влог, мен Хан Алтынай, біз бастаймыз. Бүгін турнир жоспары бойынша 4-ші турдың 1-ші ойыны, 1-ші топ өнер көрсететін күн. Олай болса бүгінгі командалардың дайындығы қандай екен және көңіл күйлері қалай, 3 айлық демалыстан кейін баптарынан шығып қалмап екен, бірге білейік. Ал әзірге сіздерге кішігірім сұрақ, пікірге жазып кетіңіздер. Саналы орта деген ұғымды қалай қабылдайсыздар және Жайдарман саналы ортаға жата ма? Осы маусымда сөзсіз фавориттердің бірі болып отырған бәрекелді кірпі жігіттері, қалайсыздар, көңіл күй, дайындық? Дайындық өте нашар. Ол жағын естіп жатырмыз, 3 ай бойы дайындық болмаған деген әңгіме болып жатыр. Не себеп? Дайындалдық негізі. Бірақ редакторлар сұраған нәрсені бере алмай жатыр. Редакторлар не сұрап жатыр? Қатты күлдіретін әзіл сұрап жатыр ғой бізден. Сіздер таусылып қалдыңыздар ма, әлде қалай? Дәмдісін сақтап отырсыздар ма финалға, жартылай финалға деп айтайықшы? Дәмдісін сақтап отыр қозы. Құдай қаласа, шатырға. Шатырға? Андай болып тұр да, қазір бүгін де қатты күлдіріп жіберсек, келесі ойын одан қатты күлдіру керек болады да. Бір түсіріп барып, сондай стиль ұстаған. Тактикалық ойын деп айтып Тактика. Жақсы. Келесі сұрақ, сіз жұмыстан шығып кетті дейді Жайдарман. Сол қаншалықты рас ақпарат? Кім айтып жүрмін? Есіне жүрміз біздің? Жұмыстан шығып кетті мағайын. Капитан құрамасында ойнағансыз сіз. Сол команда сіздің ойындарыңызды көре ме, қолдау көрсете ме, пікір айта ма, және сіз сағынасыз ба сол құраманы? Себебі мен айталам, капитан құрамасында жүріп көрсетпеген әдемі нәтижені сіздер қазір көрсетіп жатырсыздар. Оның бәрі өзім кәдімгі достарым өмірдегі күнде Шымкентке барған кезде араласамыз, көреді, айтады, қуанады мен үшін, ойын алдында жазады, ойыннан кейін де жазады. Қалай болды шот, мәса, молодец, анау деген сияқты қатты қолдау білдіреді. Сіз жұмыс жасайсыз. Қайда және кім болып? Студенттермен де бесіз. Студенттермен, студенттік театр бар, Думан деген сол театрда жетекшімін. Одан бөлек мектепте, тағы сондай драма үйірмеде жетекшімін. Қолдау көрсете ме, ойындарыңызды көріп? Әрине, ағай сізді көрдік деп айта ма? Даже біздің мектеп, Назарбаев мектебінде завуч, яғни орынбасар Абылай деген ағайымыз әр ойынға барған сайын маған сіздерді көріп тұрам, сәттілік деп жібереді, еш қиындықсыз. Соған қуанамын мен. Рахмет Абылай ағай. Жақсы, онда бүгінгі есеп счет қандай болады? 2-2 шығар. Жоқ дегенде. 4-0 жеңеміз біз деп. Индер. Сәл қорқын жақтап тұрсыздар ма, дайындығы сияқты ма? Опасный материал. Бұған дейін фаворит командалармен шығып, сіздер оларды жақсы ұпаймен жеңген кездеріңіз болды. Бірақ бүгін ондай сенімділік көріп тұрған жоқпын сіздерден. Жоқ, бізде әр ойын риск негізі. Әр ойын не қатты өтпей қалуыңыз мүмкін, или қатты күлдіруіңіз мүмкін. Сол бүгін де риск негізі. Қатты сеніп тұрған жоқпыз. Может, халықпен әдем болып кетеді бәрі. Ештеңе айта алмай жатыр. Жақсы жігіттер, бүгінгі ойынға сәттілік. Кездесеміз әлі алда. Командалар сахнаға шықпас бұрын міндетті түрде киімдерін жөндеп киіп, кейіннен гримға келеді, шаштарын, беттерін түзеп, әдемілеп, себебі барлығы сіздер үшін әдемі маусымда әдем болу керек. Қазір бізде гримда медиум құрамасының капитаны Еламан отыр. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Барлықтарыңызға сәлем, көңіл күй жақсы, рахмет. Қаншалықты жиі жасайсыз макияжды? Тек осы Жайдарманда ғана, басқа жерде ешқашан жасап көрген емес. Жоқ, қайта өте әдемі, кішкене өзімізді жақсы жағынан көріп, адам болып қаламыз. Жалпы боянатын қыздарға көзқарасыңыз? Енді қаттандай болмайды деп айта алмаймын, әркім өзіне ыңғайлысы. Кейбіреулер солай әдемі мысалы. Бояусыз әдемі қыздар бола ма? Конечно, әрине болады. Қыздар қалай сонда? Білмеймін, табиғи сұлулық қой енді. Бірақ бәрі боянады деп ойлаймын, қазір ондай қыздар бірен-саран сияқты ғой. Жақсы, бүгінгі қарсылас? Эверест. Қандай тактика қолданасыздар? Сол Эвересттің саяси әзілдері сияқты бізде де 1-2 саяси әзілдеріміз бар. Есеп қандай болады? Есеп енді бұйыртқаны, бірақ шыны білмеймін енді, бірақ бізге жеңу керек қалайда. Себебі бұл ойындарда сіздер топтық кезеңнен шығуыңыз мүмкін. Шашыңыз ұнап тұр ма?
өзіңіздің шашыңыз осындай ма? Бұйра қозы шаш. сәл ғана осындай, бірақ кішкене қостым үстіне. Өзіңіз 3 ай бойы дайындық болмаған деп естіп жатырмын. Сәл аз дайындықпен келіпсіздер. Соған жауап, соған ақталу керек маған. Ешқандай ақталмаймыз енді, ол балалар жан жақта болды. Бірақ енді жан жақта болса да бірдеңесін тауып дайындалуымыз керек еді. Дайындық шынымен де сәл аздау болып қалды. Бүгін таяқ жейтін сияқтысыздар, иә? Соны таяқ болады ма? Олай деп ойламаймын. Бәрі дұрыс ойдағыдай болатын сияқты. Жақсы, онда сіздерге сәттілік. Рахмет көп. Рахмет, кешіріңіз. Жігіттер, көңіл күй, дайындық қалай? Барлығына үйреншікті, көңіл күй дерзгі ғой. Смело, настрой өте жақсы. Өйткені ана жылғы ашық лигадағы қарымтаны қайтара аламыз ба дейтін іште ойым бар. Сол бұйырса екен дейтін тілегіміз бар іште. YouTube арнада комментарийларды оқысаңыз, неге бірлес сөйлейді ана бала сияқты? Неге бұлай сөйлейді деген сұрақ көп. Образда сөйлеп тұр ғой, біз оны түсінеміз, бірақ көрермендер түсінбей жатыр. Соны түсіндіріп кетіңізші. Мен кәдімгі простой күшті боламын, андай жуас сондай. Ондай балалар мүмкін шығыста жоқ, мүмкін солтүстікте жоқ деген сияқты. Батыстың несіне тән стиль ғой негізі. Батыстың характеріне дейді былай. Сол стильді сахнаға алып шығу қаншалықты дұрыс? Білмеймін енді өзімізге туа біткен не? Қасиет. Как анализ ойнаған жақсы сияқты, былайша айтқанда қалай бар, солай. Жақсы, осы 3 ай бойы демалыста болдыңыздар. Бірақ дайындықтарыңыз жеткіліксіз болған дейді. 3 ай бойы дайындалмаған деген әңгіме естіп жатырмыз. Кім айтты оны саған? Енді әр командадағы әр бала әртүрлі өз жұмыстарымен үй шаруасы деген сияқты студенттер бар арамызда, вахтада жасайтын балдар бар. Сол себепті бас қосуымыз кішкене қиындау болды. Бірде біріксек, бірде бірге алмай қаламыз деген сияқты. Сол себепті азаңдау болып қалуы мүмкін. Бірақ Аллаға шүкір. Бірақ біз жазда 1-2 жайдарман ойын ойнағанбыз. Облыс әкім кубогы, Ақтөбедегі ойын, қарайып жатып қалған жоқпыз. Бүгінгі қарсылас? Кірпі, бәрекелді кірпі. Бәрекелді кірпі, бүгін дайындығымыз сәл әлсіз деді. Бұл сіздерге мүмкіндік сияқты, қалай ойлайсыздар? Негізі есеп қандай болады, есеп? Есеп, сен айтшы ал, мен баланы сөзсінші. Есеп 4-0 болады, біз ұтамыз. Бәрекелді. Өз арасын бір сөйлейтін бала сахнада да сөйлемейді. Бізге блокқа 4-0 деген есеп беріп отыр. Олай болса, ойын шыққан кезде көреміз, иә? Саналы орта деген ұғымды қалай түсінесіздер? Жайдарман оған жата ма? Иә, әрине. Бұл үлкен мүмкіншіліктердің және де білімді адамдардың ордасы. Бұл жерде кез келген адам күлдірте алмайды. Жалпы қарапайым өмірде кездескенде өзіміздің ағайынымыз, достарымыз болған кезде, достарымыз өз арамызда жақсы күлдірткенмен де сахна киелі, орта киелі, интеллекті жоғары адамдар. Сондықтан да саналы ортаға әлбетте жатады. Бәрекелді, өте әдемі жауап. Мен күткен жауап болды. Жігіттер, бәрекелді. Көрермендерімізге бір ауыз тілек, қолдау. Так, құрметті біздің командамыздың жанкүйерлері, біз сіздерді әр ойында асыға күтеміз. Әлеуметтік желіден де былай сахнаға қалай тірілей деген. Сахнаға шыққан уақытта да әркез бізді қолдап, осы жайдарман парақшасының барлық Instagram, YouTube желілерінің әрқайсында сіздердің қолдауларыңыз біз үшін ауадай қажет. Сондықтан әрқашан бізді қандай жағдай болмасын қолдап жүрулеріңізді сұраймыз. Әр қолдауларыңыз, YouTube-та жазатын пікірлеріңізді әрқайсысын біздер мұқият қараймыз. Сондықтан да әрдайым бізді қолдаңыздар. Сіздерден қолдау алған сайын біздер мотивация аламыз. Әр қарата одан да жақсы ойындар көрсетуге тырысамыз. Жігіттер мүмкін бойдақ болғанда, бұдан да көп жанкүйерлері болар ма еді? Болма? Осымен екінші влог мен шатыр үшін екінші этажға көтерілдім, іздедім, таптым. Неге бұлай? Неге сіздерді үнемі бөлектеп, оқшаулап қояды? Тот же самый ответ, біз андай шулымыз, постоянно өлең тыңдаймыз, біз андай өзімізге ұнайды, драйви болған, оянып жүрген, нежели ұйықтап қалғаннан. Сол үшін бізді отделять ететін. Ойынға дейін шаршап қалмайсыздар ма? Жоқ, нормально. Андай порциямен береміз. Жақсы, онда дайындық. Жақсы, бәрі жақсы. Мен 3 ай бойы демалыста босап қалған. Дайындықтары аз, әлсіз деген естідім сөз. Жайлы? Кім айтты? Айтатын адамдар бар. Бар. Ну, оны давайте после эфира өздеріңіз айтасыздар, босақ қаппыз ба, жоқ па? Жалпы негізі ондай... Жоқ, ондайды өзіміз сезініп тұрған жоқпыз. Бірінші күндер сездік. Қайта бапқа келу қиын болды ма? Екі редактура керек болды. Қаршыға Екі шапалақ. Екі шапалақ. Екі шапалақ керек болды. Шатырға екі шапалақ.
өз бабына еш жинауға келу үшін. келек. Жеке сұрақ қояйын. Қаршыға сізді мен естідім Испанияда бір футбол клубқа шақырту алды деп. Жоқ, шақырту алған жоқ, мен ол жақтан просмотрда өттім 1 ай. Иә, ол клуб емес, ол академия болған болды, Next Stars деген. Нәтижесі? Көріп тұрсыздар енді, көбін ойнап жүрмін нәтижесі. Сұлтан, сізге қоятын сұрағым жоқ. Манты. Мады жақсы көреді. Жақсы, мен сізді Instagram парақшаңыздан көрдім. Билеген ұнатасыз. Анаңызбен билеген видеоларыңыз бар. Тұрсынбай, Гүлшат сәлем. Мен мама екеуміз білейміз. Ол өз инициативасы ма, әлде сіз мама билейікші деп айтасыз? Наоборот, маманка. Мынандай би бар деп маған жібереді, осыны билейік деп екеуміз дайындаламыз да білейміз. Ол каждый праздникта билейміз біз. Наурыз, Новый год деген сияқты. Бәрекелді, қандай күшті, жақсы. Сізді мен докторлық диссертация қорғаған дедім ме, әлде оқып жатыр деп естідім? Жоқ. Мен IELTS-тан 0,5 балл жетпей қалды. Түспей қалдыңыз ба? Докторантураға түспей қалдым. Магистратура бітірген, бірақ докторантураға сол 0,5 балл жетпей қалды. Бұйыртса осы тағы тапсырып болса, түсем. Жалпы қай сала? Инженер. Жақсы. Келесі сұрақ, қыздарды мазалайтын сұрақ, бастарыңыз бос ба? Менікі бос. Менікі бос емес. Менікі бос. Жайдарман саналы орта. Қалай түсінесіздер? Негізі расымен де саналы орта ма, әлде мүлдем сана деген сөзге қатысы жоқ па? Иә, бар, но именно біздің топқа ол қатысы жоқ. Жоқ, мен именно как КВНщиктардың атынан жауап берсем, жай бос жүріп уақыт өткізгеннен қарағанда жігіттермен танысып, араласып, жаңа нәрсе үйренген, ол сана деп ойлаймын. Саналы мен үшін. Иә, өзінің араңдағы достарын расширение дейді ғой, таныстармен танысып солай. Соңғы. Мен толықтыра кетсем бола ма? Бұл біздер, сіз үйтіп ойламаңыздар, то что біз сахнадан да ойнап бүйтіп етеміз ғой, біздің стиль ол. Өмірде негізі бізде тәртіпке бағынамыз, кәдімгідей 2-3 рет өтетін бар, оның бәрі тәртіпке үйретеді, дисциплинаға үйретеді. Жайдарман ол заборда, там, подъезде, где-то там курить, одан қарағанда намного лучше. Сондағы айта кететін жайт, Нұржанның қазақ тілі алғашқы влогтардан қарағанда әлде қайда жақсарған. Біздің влог Нұржанның қазақ тілін көтеруге тағы да бір мәрте өз көмегін тигізіп жатыр. Иә, бұл да бір сананың тағы бір биігі. Бүгінгі есеп. Бүгінгі есеп 3-1 біз ұтамыз. Қарсылас? Қарсылас, 1. Ақпен бірге. Ақпен бірге, иә. Бір де қызым. Уже. Ақпен бірге қыздарын мүлдем 3-1 деген қарсылас көріп тұрған жоқ біз енсіз бе сонда? Жоқ, көріп тұрсыз. Жоқ, просто біз өзімізге сенеміз. Жақсы, сонда қыздардың пікірін келесі кадрдан көрейік осы жөнінде. Қыздар, көңіл күйлеріңіз, дайындықтарыңыз қалай? 3 айлық демалыс сіздердің ойындарыңызға қандай да бір әсерін тигізген жоқ па? Кім жауап береді? Күшті дайындық. Айтсаңдар не аузы жоқ құсап тұрсың. Күшті 3 айда енді басқа командалар білмеймін, біз қатты демалып жүріппіз негізі. Шыны керек осы бір 10-15 күн қалған кезде ғана бүйтіп ойланып, жиналып бастадық. Бірақ жазда өзі ешкім әзіл жазбайды ғой, бәрі демалады ғой, бәрі. Бірақ нормально дайындық, білмеймін, өзімізге жақсы қайталай бергесін, қызық емес болып тұрма, мүмкін халыққа қызық болар. 3 айда еще КВНді, Жайдарман сағынып қалған халық келеді қазір, әр әзілімізді күшті қабылдап отырады деген үміттеміз. Өйткені 3 ай бойы КВН көрген жоқ қой олар, сондықтан жақсы болады деп ойлаймыз бәрі бұйырса. Жақсы, бүгінгі қарсылас Шатыр құрамасы. Жаңа ғана сұхбат алып болдым, есеп 3-1 болады дейді. Жеңеміз дей ме? Біз де ойлап тұрмыз, 3-1 немесе 4-0 біздің жеңіспен аяқталады деп. Қазір ұтылып қалсақ бытышымыз шығаратын сияқты, халық білмеймін, енді бұйырса біз ұтатын сияқтымыз, өзім солай есептеймін. Енді осы маусым сөзсіз халықтың фавориттерінің бірі сіздер, өздеріңіз. Көрермендер сіздерді сұрайды. 2-2 болып келе жатыр ғой. Сосын қатты ниеттеніп жатырмыз да енді. Әрі қарай бізге мүмкіндік өту үшін ұту керек, қалай ұту керек. Не істесек те ұту керек. Соңғы 2 ойын ұту керек, иә? Барымызша. Не айтсақ та енді ойын шеше. Қатарымызға Лаура ханым қосылып жатыр. Лаура ханымның айтар жаңалығы көп бізге. Алғашқы дебютыңыз құтты болсын дейік. Бірінші пікірлерге жазып кетеміз. Қашан, қайда көріп қаламыз сізді? Ол Алматы каналынан көрсетеді. Өміріңе келдім деген сериал. 10 бөлімнен тұрады. Сонда қиын болды ма? Енді Жайдарманда емес, ол жердегі атмосфера басқа. Атмосферасы басқаша. Жайдарманда бірден шығып, бір рет ойнап, сонымен кетесің ғой, сол қателікпен әйтеуір кете бересің. Ал анда сәл басқашалау. Бірнеше рет көру керексің. Енді жақсы тәжірибе болды. Өткен маусымнан бері өмірлеріңізде өзгерістер бар ма? Дайректорыңызда деп айтайық.
жазып жатқан адамдар бар шығар енді. Өткен маусымнан бері сіздерге деген сұраныс артты, жасыратын жоқ. Сұраныс артты, баға да өсті, соған қарай. Сұраныс артқан сайын баға өсіп жатыр. Бұйырса қалың малымыз. Неге товар сияқты айттым. Иә, дайректімізде көбейді. Өкінішке қарай. Жақсы. Баконың дайрект ерекше. Өкінішке қарай адамдар көбейіп кетті. Өкінішке қарай адамдар, онда мазалауларыңызды қойыңыз. Бедік па деп жазатын. Әлі бар ма онда адамдар? Қайта солар көбейді ғой негізі. Сол әзілден кейін көбейіп жатыр ма? Азая ма деп едім ғой. Жоқ, өйтіп неғымаңыздар деп, неғымаңыздар. Қыздар, жайдарман саналы орта деген тіркес сәйкес келе ме, қалай ойлайсыздар? Саналы? Деп таңғалғаным ше. Жоқ, шынымен мен сәйкес келеді деп ойлаймын. Мысалы, біз сияқты өте ақылды командалар бар деп қоймасаң ше өзіңді мақтап. Жоқ, негізінде қандай адамдар айтады ғой, тупой юмор деп кейбір командалар солай оскорблять ететін адамдар бар ғой. Бірақ олардың өзін ойлану үшін бас керек деп ойлаймын. Интеллект керек. Юмор всегда интеллект, мен орысша сөйлеп кеткенше, әзіл өзі интеллекттің белгісі деп ойлаймын. Шынымен саналы. Бөлек те, әзілден бөлек, осы ортада жүргеніміз, бір-бірімен қарым-қатынас құру, адамдардың араласуы, үлкен көп адам ғой, мына жерде масса ше. Ондай жерде бірден бір орта қалыптасады, орта қалыптасады, өсу болады, өз-өзіңді ұстауды үйренеді, қарым-қатынас орнатуды үйренеді. Ол сөзсіз орта ғой, кәдімгідей өзі қалыптаспаған орта. Жақсы. Онда келесі сұрақ, ол біздің жігіттер қауымын толғандыратын сұрақ. Бастарыңыз бос па? Басымыз бос емес. Ешқайсыларыңыз бастарыңыз бос емес па? Бос біздің. Әркім өзіне жауап берсін, басымыз бос. Бірдінде біздің жаңалықтарымыз қосылып жатыр. Сұрақ та көбейіп жатыр бұл қыздарға. Ақбота, қайтадан Ақпен біргеге қосылуыңызбен. Қош келдіңіз. Бұл қалай айтсақ болады? Қалай көндірдіңіз? Уақыт өте келе көнеді екен ғой. Көндіруге болады екен негізі. Сахнаны сағындыңыз ба? Сахнаны сағындым, бірақ қобалжып тұрмын деп андай кәдімгі деп естіп тұрсам. Қорқыныш бар. Көптен бері шықпадым. Енді қалай болатынын көреміз. Қалай жібергенін, қандай шарттылық болғанын, оның отағасының өзіне сұраймыз. Қазір ол Эверест құрамасында. Келесі сұрақ, соңғы сұрақ. Финалға шықтыңыздар делік, болжам түрде. Бұйырса. Бұйырды деп андай бүйтіп айтып тұрған жоқ, біз шешпейміз оны. Айтпаса уже айтып жатыр, шешіп қойдыңыздар ма деп. Қарсылас ретінде кімдерді көресіздер финалда? Негізі қарсылас ретінде бәрін көреміз. Бүкіл команда чемпион болуға лайықты. Биыл маусым өте бір қызықты, сондай тартысты болып жатыр. Әзірге жанкүйер ретінде, чисто фанат ретінде мен Жуалыны қарсылас көргім келмейді. Бірақ сол кісілермен қарсылас болатын сияқты. Әзірге сол моментті күтіп жүрміз. Жуалмен қарсылас болып түсіп қалған кезде. Қатты келатқан командалар бар ғой қазір. Чемпионаттың басынан Абибас, Жуалы, Алатау Сью бар, Эверест бар, Бәрекелді кірпі бар. Өте қатты немен келатыр да. Ұпаймен халыққа да бізде жаман келатқан жоқ біз енді. Бірақ бізден былай болады. Солардан қорқамыз, солар ішіп кетсе ғой. Жақыннан бір сұрақ қояйын. Нұржан имам болса, Нұржан имам деген қалыптастырыңызшы. Көңіл күйіңіз қалай? Қош келдіңіз. Қош көрдік, көңіл күйі вообще күшті. Кімге жанкүйер болып келдіңіз? Бүгін мен Эверестке. Эверестке. Неге? Білмеймін, Эвересттің балаларын жақсы көремін. Бүгін кім ойнайды басқа? Бәрекелді кірпі ойнайды. Бәрекелді кірпіге. Жалпы Шатыр. Жақсы. Финалда көретін 3 команда. Сіз финалда көретін 3 команда. Бәрекелді кірпі, Эверест, сосын Алатау Сью. Бәрекелді. Ақпен бірге қыздар ше? Ақпен бірге. Финалда неше команда өткізеді? Жалпы негізі 3 команда. 3 команда ойнайды ма финалда? Шатыр бар ғой еще. Қалай болады екен ол? Жуалы бар. Биыл финалда 6 команда қылайық, Есен аға. Сосын сол Алтау таласын. Жақсы. Жалпы өміріңізде не жаңалық болып жатыр? Көрермендерді қандай жаңалықтарыңызбен қуантасыз? Жаңалық YouTube канал аштым, жеке. Тіркеліп қойыңыздар. Жайдарманда миллион, соның бір 50 мың жетеді маған. Жақсы. Құрметті көрермендер, қолдау көрсетейік аңсағанға. Жақсы. Мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы үстіңізге киім қандай бренд? Қалай былай қарап тұрсам, қалай бастасаңыз да өзіңіз білесіз, бағасын, брендін айтып кетсеңіз болады. Маған сіздің худиңіз ұнап тұр. Худи Асаруме,
Нұрлан Сабуровпен коллаборациясы. Толықтай қайырымдылыққа кетеді деп шығарылған 100 штука. Соның біреуі менде. Бұл 65 тұрады. Өмірімде алған ең қымбат киімім. Қайырымдылық үшін деп алдық. Иә. И плюс Сабуровтың фанаты ретінде. Бас киімім, бәрін айтайын ба? Иә, айта беріңіз. Бас киімім Calvin Klein 28 мың Қадырбаев Жансерік алып берді. Жақсы кетті. Футболка Eminem'тікі 10 теңге. Шалбар тоже 10 теңге бір жерден. Аяқ киімді Әден Марғұлан деген досым Дубайдан алып берді. 125 мыңға. Бәрекелді, мен де өзіме аңсағанның достар сияқты достар қалаймын. Әумин десе. Жақсы, онда сізге бүгінгі ойынға сәттілік тілейміз. Рахмет қолдауға келгеніңізге. Жайдарман жасасын, тек қана алға. Рахмет. Бүгінгі қазылар алқасында ерекше жандар, айтудан жалықпаймын. Және солардың бірі әнші, Бүркіт, Әміре аға. Тағы қандай есіміңіз бар? Ернар Садырбаевшың есімі. Ернар Садырбаевшың есімі екен. Көңіл күйіңіз қалай? Және сізді осы қазылар алқасына шақырған кезде қандай сезімде болдыңыз? Жауапкершілік сезінбедіңіз бе? Көшеде келе жатамыз. Мен шаруалармен жолдың бойында. Сөйтсем Есен аға келеді, наушник киіп алған. Жаяу келе жатқан, мен ол кісі жаяу келе жатқан. Есен аға, қалайсың? Ернар, қалайсың? Бәрі жақсы ма? Қайда? Сен Астана тұрасың ба? Мен Астана тұрамын, иә. Жақында Жайдарман болады, сен Жайдарман көресің бе? Көремін, әрине, студент кезімнен білемін. Келсей онда деді, солай міне тағдыр жоғарыдағы жоғары алып келді, сондай себепші болып біріншіден. Сол ерекше бір күшті, қуанышты бір сезімдемін. Толқу да бар, себебі менің ойымша толқу жауапкершіліктен. Серік ағамызға қонаққа бару ойыңызда бар ма, әлде барып келдіңіз бе, бізге айтпай? Халық білмейді ма? Серік Ибрагимов па? Иә. Бардым, жақында шығады. Құпия болмаса қандай әнге? Өзім әндеріме, өзім авторлық әндеріме. Жақсы. Шабытты қайдан аласыз аға? Шабытты жалпы өнер адам әрдайым бұлай басқаша түсінікпен айтатын болсақ, ашық болу керек. Өнерге, өсуге, сондай бір жауапкершілікке, белгілі бір мақсатқа ашық болу керек. Сол аштықты ұмытпау керек. Қазір мен ашпын. Онда көрермендерді өзіңіздің жанкүйерлеріңіз қуантасыз деп ойлаймыз. Болашақта басыңыз бос па? Басым бос, иә. Жақсы, онда келесі сұрақ, осы сұрақтан шығады. Қандай қасиеттерді бағалайсыз? Баяғыда ойлайтын, осындай болу керек, андай болу керек, қыз деген андай болу керек. Өзім жастығыммен. Қазір жаспын ғой енді. Бірақ уақыт өте келе белгілі бір қазіргі деңгейде өзімнің ойым ешқандай талап жоқ, шыны керек. Ең бастысы жақсы, тәрбиелі, саналы, білімді адам болса екен деймін. Қалған сұлулық, басқа да бір мәселелер ол екінші сұрақ. Соңғы сұрақ, саяхаттаған ұнататын шығарсыз. Қазір көп адамдар саяхаттап жүр. Жалпы сіз кеңес беретін топ 3 ел? Мен жалпы өмірім саяхатпен өтіп жатыр. Бала кезден аптаның 7 күннің 5-еуінде мен ұшақтамын. Тікұшаққа да отырған кездер болды. Жалпы өзіме ұнайтын бүкіл әлем шарладым, Құдайға шүкір. Бірақ үлкен бір өтірік патриотизмде емес, қатты айтуда емес, өзімнің еліме, өзімнің достарыма, бауырларыма, өзім елімнің менталитетіне ештеңе жетпейді. Сондықтан бірінші орында Қазақстан, Қазақстанның керемет табиғаты. Онда былай айтайық, Қазақстанда баруға болатын 3 жер. Шығыс Қазақстан, Қатон-Қарағай кіреді, Семейден Өскеменнен әрі Риддер, кешірім сұрайын. Риддер маған ерекше ұнайды. Риддерді мен сондай бір бағана Шығыс Қазақстанға кіреді, кішкентай Алматы дер едім. Риддер өте ұнады маған. Одан кейін Батыс Қазақстан, әрине. Қалған енді өзіміздің оңтүстік, солтүстік, жалпы көп. Құдай қаласа, уақыттың еншісінде біздің туризміміз керемет бір деңгейге жетеді деген үміттемін. Көп рахмет аға. Рахмет сіздерге. Туған жерді қалайсыз? Одан әрі керек болған. Неше рет сіз жасыңыз? 3 айлық демалыстан кейін Жайдарман өз көрермендеріне қайта оралды. Және Есен ағамыз бүгін бізді ерекше образымен бірден таңғалдырудан бастайын деп тұр. Көңіл күйіңіз керемет сияқты. Дайындығыңыз да? Жайдарман ол керемет көңілдің кепілдігі. Әдем маусым дегеннен кейін тырысып жатырмыз. Көрермен үшін Жайдарманның тұрақты жаңағы
иә көрермен үшін соған тырысып жатырмыз. Тек қана сыртымыз ғана әдемі болмай, ойынның да әдемі болуына атсалысқымыз келеді. Енді ойын соңында оның бағасын беретін көрермен. Командалар дайындығы туралы не айтасыз? Кішкене енді қобалжу болды. Бүгін енді кішкене аяққа тұрды, сол жағы қуантады. Негізі мына жазда көп демалып қойған секілді. Кейбір командаға бүкпем қара қазандай. Сондықтан енді маусымда келер жылы бастағанда осының бәрін ескеретін секілдіміз. Кейбір командалармен осы енді тәртіп емес, жауапкершілігі жоқ командалармен қош айтатын сияқтымыз. Жақсы, айта кететін жайт, Есен аға бұл жолы образын өзгерткен, және де туфли киіпті көрермендер. Енді кроссовкиіңіз қайда деген сұрақ қойып жүрмеңіздер. Есен аға бізде экспериментті ұнататын жандардың бірі. Келесі сұрақ. Жайдарман саналы орта. Бұл тіркес туралы өз ойыңыз. Жалпы қазіргі уақытта енді өзгеру керек деп айтып жатырмыз ғой, өзгеріс керек деп. Бұл жалғыз Қазақстанға ғана, біздің елімізге ғана, елімізде ғана болып жатқан дүние емес, бүкіл әлем өзгеріп жатыр. Жаңа технология қосылғаннан кейін әртүрлі құндылықтар өзгереді. Ал енді бір орында тұра берсек, сөздің ашығы артта қалып қоямыз. Сондықтан барынша тек қана төменгі деңгейде емес, осы ортаны қалыптастыруға жайдарманның да өзінің үлкен үлесі бар. Біз саналы орта қалыптастыруға атсалысамыз, соған жұмыс жасаймыз. Енді барлығы бірден күшті болып кетеді деп айта алмаймыз. Сондықтан енді барымызша сол деңгейге жетуге тырысамыз. Бұл біз үшін бір мотивация деп айтуға келеді. Соңғы сұрақ, қазылар алқасы неге тұрақты емес, және осы алдағы ойындардың қазылар алқасы туралы не айта аласыз? Бұлай, енді көрермен, қатысушы командалар айтады, мысалы біз тұрақты болған қалаймыз деп. Негізі шақырып жатқан адамдар көпшілігі бір белгілі жетістікке жеткен адамдар. Олар, менің ойымша, осындай жетістікке жеткеннен кейін олар ақ қарасын, жалпы оң солын анықтайтын жандар. Сондықтан біз қазіргі заманның өзінің ағымына ілесіп, барынша осы қазақ қоғамында жүрген, алда жүрген жастардың ішіндегі бір белгілі өкілдерін шақырып, солармен осылай бірлесе жұмыс жасағымыз келеді. Саналы ортаға ол азаматтарды тартамыз, және олар да бір үлесін қосса екен дейміз. Сондықтан меніңше, қайта керісінше, әр жаңа қазылар алқасы келген сайын барынша дәлелдеп, барынша ізденіп, кейде бір қазылар алқасы болады, мысалы бір-екі маусым отырса, оның өзінің сүйікті командалары пайда болады, оларға деген бір кішкене бүйрек бұра бастайды. Сондықтан ол заманнан өттік, әлде де болса жаңа есімдер болатын болады. Оған қам жемеңіздер, дайындалыңыздар. Ешқандай не жоқ, ол бір. Қайта керісінше жаңа адамдар келіп, өздерін одан әрмен танытуға тамаша мүмкіндік қой. Жақсы, рахмет, сұхбатыңызға рахмет. Құрметті біздің көрермендер, бүгінгі ойыннан жақсы жаңалық, кішігірім спойлер. Қазылар алқасында отырған Ернар ағамыз, Бүркіт, Әміре, әнші, бүгіннен бастап осы медиум құрамасына демеушілік көмек көрсетем деп отыр. Қалайсыздар? Бұндай нәрсені бізде күтпедік, Есен аға да күтпеді. Сол бізде күтпедік. Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Біз жалпы осы жекпе-жек ойындарында осы маусымдағы бірінші жеңісімізге жеттік. Оған дейін 2 рет тең ойнадық, бір ойын ұтылдық. Бірақ сол үшін жеңістің дәмін таттық. Оказывается, өте күшті екен шынымен. Еще ақшаның дәмін тоже татты. Өткенде сіздер Елорда кубогында ақша ұттыңыздар, 2-ші орын. Сосын бүгін демеуші, сіздер ақша шақырып жатқан сияқтысыздар. Жұқсты olsun. Бұндай темпті күтпеді. Өз стильдеріңіз таптыңыздар ма? Қандай өзгеріс болып жатыр? Командада шабыт неден алып жатсыздар? Жоқ, бізде ең бастысы енді үйде бәрі қарап отыр, біздің әке-шешеміз қарап отыр, ауылдағылар қарап отыр. Бізге просто білмеймін, ары қарай өтеміз, бірақ енді қатты өткіміз келіп тұр, бірақ егер де өтпей қалып жатсақ, ол достойно кету. Сол үшін де біз достойно өнер көрсетіп жатырмыз деп ойлаймыз. Режим бар. Аха, қойып қойдық, терезеге жабыстырып. Соңғы 2 ойын қалғанда режим кіргізіңдер ма? Терезеге. Жақсы, ештен кеш жақсы демекші. Ал жігіттер, келесі ойындарға сіздерге сәттілік, әлі кездесеміз. Рахмет. Қазылар алқасы тым қатал бағаламады ма бүгін? Ұпайды былай лақтырып.
Сондай қылып үйреніп қалдық. Ұпайдың ары бері ұпайдың ұшуы ол бізге уже қалыпты жағдай болды. Бірнеше ойын уже қайталанып жатыр ғой, барлығы көріп жатыр. Жоқ, енді ризамыз бағамызға. Дайындыққа күшті мотивация. Бұл жерде қазылар алқасы емес, қарсылас команда емес, бұл өзімізге мотивация болды. Бір қамшы болды. Қыздар залда отырдық, залдың реакциясы қалай айтсам болады, орысша айтайын, пошлость көп болып кетті деген комментарийлар айтылды бірден волна. Соған жауап берсеңіздер, бірден көрермендерге алдын алып. Жалпы бұған дейін бұндай стиль болған сияқты, бірақ бүгінгі ойынды ерекше зал қабылдап жатыр сол эмоциямен. Осы жерде айтсам бола ма? Біз енді көрейік дедік, біз команда ретінде әртүрлі бағытты көру керекпіз ғой. Әрдайым бір нәрсені айта берсек, бұрын айтатын мақал жасайсыңдар дейді, анан жасай, бір нәрсені жасай беруге болмайды. Осы жақты көрейік дедік, бізге онша шақ емес екен. Енді басқа жағынан кіріп көреміз. Шақ болып тұр. Айтпайды. Маған жарасамыз деген 28-ге келіп пошлость деп болса, не айтасың енді десе. Жақсы қыздар, өте позитивный ключта аяқтайықшы. Бұйырса, энергоға жақсы дайындаламыз. Энерго дайындалыңдар. Сіздердің 4 ұпайларыңыз ақпен біргеге толығымен өтіп кетпейтіндей дайындалыңыздар. Онда келесі ойындарда кездескенше қыздар, рахмет сіздерге. Осымен біздің влог өз мәресіне келіп жетті. Бүгінгі қызықтармен, бүгінгі эмоциямен сіздермен бөлістік деп ойлаймыз. Енді ертеңгі ойындарда кездескенше сіздермен бірге болған мен Хан Алтынай, Жайдарман влог. Бай-бай.